Ресей мен Украинаның арасындағы мәселе Трамп бизнесмен ақшасын алып қалған адам. Ол соғысты тоқтату мақсаты, ол арман қарай ақша бөле бергісі келмейді. НАТО мығым отыр. НАТО сол Украинаға 70 мың әскерді дайындап, жақын арада жіберейін деп жатыр. Кешегі Түркиямен де кездесу жай емес. Түркия сол бүкіл сол теңіз аймағын Украинаның қорғаныс қалмақшы. Ресейге келетін болсақ, әскери тұрғыда ол әлсіреді. Оған алдағы уақытта көп жыл керек әлі. Бұның бәрін қалпына келтіру үшін, өйткені соңғы 3 жылда не бар, 200 танк шығарған. Мінекей. Солтүстік Корея ақшасын сұрап отыр. Кезінде 12 мың адамды берген. Сол 12 мың адамы да Солтүстік Корея кейін қайтпаған, бәрі қаза тапқан. Сондықтан ол ақшасын сұрап отыр. Путиннің басы қатты негізі. Кешенің алдындағы күні Курскідегі бункерді, Украинаның шатлы бункерді тесіп өтіп, тойлап отқан жерінен туған күн тойлап аттым, әйтеуір білмеймін ғой. Офицер кадрлардың бәрі жиналып, 500-ге жақын офицер бір күнде опат болды дейді, ал керек болса. Бұның барлығын мысал үшін, ол офицер кез келген төремшік барып офицер болмайды ғой. Оның бәрін дайындау керек, деген сияқты оқыту керек. Ал бұл үлкен күш негізі. Сондықтан Ресейдің жағдайы өте төмен, ол да оны түсініп отыр. Сосын Американы сан жыл бойы жамандаса да, жаңағындай мәмілеге келу жайында сөйлесіп отыр. Бірақ ол дос болып бүйтеді деген нәрсе емес. Ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін олардың саясаты бәрібір өзгеріп кеткен. Трампқа жалғыз өзіне оған мүмкіндік бермейді. Мен бермейді ол. Мына жақтағы саяси билік Трамптан да мықты. Өкінішке орай. Ол сол. Сондықтан өкінішке орай деген кезде енді қалай? Соғыс тоқтау әрине жақсы. Ол өте жақсы. Бірақ арман қарай оның кез келген ой әрекетін істеткізіп қоймайды бұлар. Қысқасы осы.